Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жай және құрмалас сөйлем. Күнтізбелік жоспар бойынша 3-ші сағаты. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты каллиграфиялық нормаларды сақтау және жазу техникасын жетілдіру, пунктуациялық нормаларды сақтау, құрмалас сөйлемнің тыныс белгісін қою. Балалар, біз бүгін сыныпта көңіл-күйіміз жақсы болу үшін психологиялық ахуал қалыптастырамыз. Күндей жадырап, айдай арайлап, жұлдыздай жарқырап, судай таза мөлдір көңілмен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Көңіл-күйіміз қандай, балалар? Жақсы, жарайды, өте тамаша көңіл-күймен сабағымызды бастаймыз. Біз, балалар, сабағымыздың алдында сиқырлы қалпақ ойыны ойнаймыз. Яғни бұл ойынның мақсаты, яғни өткен сабағымызды еске түсіру. Сөйлем дегеніміз не? Жарайсыңдар. Келесі сұрақ. Құрмалас сөйлем дегеніміз не? Өте тамаша. Жай сөйлем дегеніміз не? Өте тамаша. Жарайсыңдар. Балалар, біз бүгін осы жай сөйлем мен құрмалас сөйлемге байланысты тапсырмалар, жаттығулар орындаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тапсырмасы шашыраған сөздерден мақал мәтел құрастыру. Балалар, мына жерде жеке-жеке сөздер берілген, соларды дұрыс құрастырсақ, жақсы бір мақал шығады екен. Кәнекей, барлығымыз ойланамыз. Мақал мәтеліміз: батыр туса ел ырысы, жаңбыр жауса жер ырысы. Өте тамаша таптыңдар, иә? Балалар, бұл қандай сөйлем? Құрмалас сөйлем. Өте тамаша. Неліктен құрмалас сөйлем бұл? Себебі екі жай сөйлемнен құралып тұр. Өте жақсы, жарайсыңдар. Балалар, келесі тапсырма дәптермен жұмыс. Барлығымыз дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің ретін жазып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазамыз. Оқулықты ашып, 67-ші жаттығуды қараймыз. 67-ші жаттығудың тапсырмасы құрмалас сөйлемдердің тиісті тыныс белгілерін қойып, көшіріп жазу. Балалар, бұл тапсырманы орындамас бұрын құрмалас сөйлемдердің құрамындағы жай сөйлемдерді бір-бірінен қалай ажыратамыз? Дұрыс, балалар. Құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемді бір-бірінен үтір арқылы ажыратамыз. Кәне, барлығымыз тапсырманы жақсылап орындауға кірісеміз. Келесі тапсырма: берілген сызба бойынша сөйлем құрап жаз. Оның жай сөйлем немесе құрмалас сөйлем екенін айт. Балалар, мына жерде сөйлемнің сызбалары берілген. Барлығымыз бірінші сөйлемге қараймыз. Бірінші сөйлем бас әріптен жазылады, яғни бастауыш. Екінші тұрлауыш мүше. Үшінші сөз баяндауыш, яғни 3 сөзден тұратын сөйлем құрастырасыңдар. Келесі бірінші сөзі бастауыш, бас әріппен жазылады. Екінші сөзі баяндауыш. Келесі екінші жай сөйлем, бірінші сөзі бастауыш, екінші сөзі баяндауыш. Бұл жерде, балалар, біз қандай сөйлем құрастырамыз? Жарайсыңдар, дұрыс айтасыңдар. Бұл жерде құрмалас сөйлем құрастырамыз. Енді, балалар, тағы оқулықты ашып, 67-ші жаттығуға қараймыз. Тапсырмасы, яғни мына жерде сурет берілген, сол сурет бойынша әңгіме құрастырамыз. Балалар, бүгінгі сабақты қорытындылай келе аяқталмаған тезис тапсырмасын орындаймыз. Балалар, бір жерде тапсырмалар беріледі, оны өздері ары қарай табасында нүктені орындап сөзді табамыз. Бірінші тапсырма: бір ғана тиянақты ойды білдіретін сөйлемді не деп атайды? Жарайсыңдар, балалар. Жай сөйлем деп атайды. Келесі екінші тапсырма: көз түсіп, әрі қарай екінші жай сөйлемді табамыз. Дұрыс, өте тамаша. Көз түсіп, күн суытты. Яғни бұл құрмалас сөйлем, екі жай сөйлемнен тұратын
құрмалас сөйлем. Келесі тапсырма, екі немесе одан да көп жай сөйлемнен құралған сөйлемді не деп атайды балалар? Жарайсыңдар, құрмалас сөйлем деп атайды. Өте жақсы, керемет. Келесі тапсырма, жаңбыр сіркіреп жауды. Бұл қандай сөйлем? Жарайсыңдар, өте тамаша. Бұл жай сөйлем. Балалар, біз бүгінгі сабақты қорыта келе кері байланыс жасаймыз, яғни блок ағашы арқылы. Балалар, мына жерде блок ағашы берілген. Егер бүгінгі сабақты жақсы түсініп, бүгінгі сабақтан көп нәрсені үйренім десеңдер, жоғарыда тұрған адамдарды бояп шығамыз. Егер бүгінгі сабақты сұрақтарым бар, кейбір нәрселерді түсінбедім дейтін болсаңдар, төменгі орта жағындағы адамдарды бояймыз. Егер бүгінгі сабақтан ешқандай мағлұмат алмадым, ешқандай түсінбедім десең, төмендегі адамдарды бояймыз. Өте жақсы, керемет балалар. Бүгінгі сабақта барлығымыз жақсы жауап бердік. Үйге тапсырма оқулықтың 65-ші жаттығуды орындап келеміз. Сабаққа жақсы қатысыңдар, сау болыңыздар.